Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арай. Бүгін ауызашарға өте дәмді болып пісетін пигуди жасайтын боламыз. Сіздер менің арнама жазылып, комментария қалдырып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымыздың үстіне ашытқымызды, тұз, қантымызды, сұйық майымызды қосып, үстіне суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бәрін біріктіріп илегеннен кейін үстіне сұйық майымызды құйып, осылайша қолымызбен мыжып, бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Нанымыздың көтерілгенін күтеміз. Нанымыз көтерілгенге дейін біз ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Мінекей фаршымыздың үстіне мен ұсақтап тура қойдым. Сарымсағымызды, картопымызды, дәміне қарай тұз бұрышымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап біріктіріп, бәрін араластыратын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Ендігі кезекте қамырымызды қазір бізге керегінше бөліп аламыз. Қамырымызды осылай бөліктерге бөліп алып, кішкене сұйық майымызды жағамыз. Сонда жабыспайтын болады Қамырымызды кішкене жұқалатып жаямыз. Одан кейін ортасына салмасын салып, әдемілеп осы видеодағыдай бүгетін боламыз. Осылайша қатты басып, мінекей екі шетін қатты бүгемізде, осылайша әдемілеп бәрін солай бүгіп шығамыз. Мантаваркамыздың табасына осылайша дізіп қоямыз. Араларын алшақтатып қоямыз, бір-біріне жабыс қалмау үшін. Мінекей енді 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Пигудиіміз пісқанға дейін салаттарын дайындайтын боламыз. Сәбізімізді ұзынша қылып теркадан өткізіп алдық. Үстіне чесногымызды ұсақтап тураймыз. Және де тағы да бір қарапайым салат жасаймыз. Капустамызды осылай ұзынша қылып тураймыз. Одан кейін огурцымызды да тураймыз осылай. Одан кейін помидорымызды. Одан кейін көк сарымсағымызды қосамыз. Жәнегі морковный салатымыздың үстіне тұз бұрышын салып, майымызды құйып, біріктіріп, бәрін жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Екінші салатымызға да майын құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей пигудиіміз дайын болды. Ортасын осылайша тіліп, морковный салатымызды саламыз. Жанына екінші салатымызды қойып, осылай әдемілеп дастарханға ұсынатын боламыз. Пигудиіміз өте дәмді болып пісті. Сіздер де осындай пигуди жасап көруге ұсынамын. Рецептісін осы видеоның астында описаниядан таба алатын боласыздар. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.